Сәлем достар. Әкеміз көп жылдар бойы мемлекеттік қызметте жұмыс жасаған. Соның құрметіне ауыл әкімі келіп, арнайы төсбелгімен марапаттаған болатын. Соған орай кішігірім влог форматында видео түсірдік. Дайындық барысын құр жібермей видеоға түсіріп, сіздермен бөлісуді жөн көрдік. Сіздерге дастарханда қай тағам рецебі керек, астына жаза кетіңіз. Алдымен бауырсаққа қамыр ашыттық. Екі сағат тындырып қойып пісіріп алдық. Рецебін описаниеге қалдырдық. Сосын тауық қанаттарын 4-5 сағатқа маринадтап қойдық. Артынша балық қуырып алдық. Ассортиге бауырдан торт жасадық. Толық рецебі жақын арада каналымызға шығады. Бауыр торттың салмасын салып, тоңазытқышқа қойдық. Енді тәттілерден карамельный пирог жасадық. Бірінші рет жасасақ та өте сәтті шықты. Творожный пирог пен венский вафли жасалды. Салаттардан тез әрі дәмді радуга салатын жасадық. Ал ыстық тағамға сырба жасалды. Ет, картоп, капуста, укроп пен дәмдеуіштер қосылды. Дайын сырбас. Дәмі енді керемет болып шықты. Осылайша қонақтарымызды шығарып салдық. Сіздерге осындай форматтағы видеолар ұнаса, лайк баса кетіңіз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.